Сәлем қазақ елі. Сіздермен Каз кино арнасы. Бүгінгі видеода сіздерге Уроки фарси атты фильмді қысқаша мазмұндап беремін. Сіз бір сөз үшін өлуге дайынсыз ба? Ал егер сол сөзді өзіңіз ойлап тапсаңыз ше? 1942 жыл. Германия. Жүк көлігіндегі еврейлердің арасында Жил есімді жігіт бар. Ол өлімнен құтылу үшін өзін парсымын деп таныстырады. Оның қолында жалғыз ғана парсы кітабы бар. Бірақ ол бірде-бір парсы сөзін білмейді. Оның тағдыры енді бір үлкен өтірікке байланысты. Лагерь аспазы офицер Клаус Кох соғыстан кейін Тегеранға барып мейрамхана ашуды армандайды. Оған парсы тілін үйрететін адам керек. Жил Кохтың алдына келеді. Офицер оған қатал шарт қояды. Егер сен маған тіл үйретсең, тірі қаласың. Егер алдасаң, өлесің. Жил келісуге мәжбүр. Ойын басталды. Жил күн сайын жаңа сөздер ойлап табуы керек. Бірақ есте сақтау қабілеті шектеулі. Бір күні оған керемет ой келеді. Ол лагердегі тұтқындардың есімдерін тілдің негізі ретінде қолдана бастайды. Мысалы, Абрахам, нан, Исаак, су деген сияқты. Осылайша ол өлілер мен тірілердің есімдерінен жаңа тіл құрастырады. Күн өткен сайын сабақтар күрделене түседі. Бірде Жил қатты шаршап, ағаш пен нан сөзін бірдей дыбыстап қояды. Кох мұны бірден сезеді. Офицердің ашуында шек жоқ. Ол Жилді аяусыз ұрып каменоломняға жұмысқа жібереді. Өлім аузында жатқан Жил сандырақтап жатып, өз ойлап тапқан тілінде сөйлейді. Бұл Кохты қайтадан сендіреді. Таңқаларлығы, Кох пен Жилдің арасында бір түрлі байланыс пайда болады. Олар жасанды парсы тілінде өмір, арман және соғыс туралы сөйлесе бастайды. Офицер өзінің ең ішкі құпияларын тұтқынға айтады. Ол Жилді өз қорғауына алады. Тіпті оған артық тамақ береді. Бірақ Жил өзін сатқын сияқты сезінеді. Лагерге нағыз парсы келеді деген хабар тарайды. Бұл Жил үшін өлім үкімімен тең еді. Күзетшілер Жилді әшкерелеу үшін нағыз парсымен кездестірмек болады. Бірақ соңғы сәтте Кох өз мұғалімін сақтап қалу үшін бәріне барады. Офицер өзінің қиялындағы әлемді жоғалтқысы келмейді. 1945 жыл. Одақтастар әскері жақындап қалды. Немістер лагерді жойып, дәлелдерді өртей бастайды. Кох Жилді лагерден жасырын алып шығып, оған бостандық береді. Кох Тегеранға ұшады. Ол шекарада мақтанышпен өз парсы тілінде сөйлей бастайды. Бірақ адамдар оған таңырқап қарайды. Ол ешкім түсінбейтін тілде тек есімдерді айтып береді. Одақтастар лагеріне келген Жилден олар ешқандай құжат таба алмайды. Бәрі өртеніп кеткен. Бірақ Жил, мен есімдерді білемін дейді. Ол Кохқа үйреткен 2800 сөзді, яғни 2800 адамның атын жатқа айтып шығады. Осылайша ол лагерде қаза тапқан әрбір жанның есімін тарих бетінде сақтап қалады. Бұл фильм бізге адамның өмір сүруге деген құштарлығының шексіз екенін көрсетеді. Өтірік ақиқатқа, ал есімдер тілге айналды. Жил тек өзін ғана емес, мыңдаған адамның естелігін құтқарды. Бұл соғыс тарихындағы ең керемет және ең мұңды ерліктердің бірі. Егер сіз осы фильмді әлі көрмеген болсаңыз, міндетті түрде көріңіз.